Бәріне сәлем, сіздермен бірге мен Амирока, менің каналыма қош келдіңіздер, достар. Описание оқығандарыңыздай, бүгін менде 24 сағат үйде деген видео. Мен негізінде бірінші 24 сағат деген видео түсіріп жатырмын. Негізінде көп блогерлер түсіреді, ютубқа именно түсіреді. Сондықтан да осы видео бастамастан бұрын, давайте менің каналыма тіркеліп кетейік. 100 подписчикке уже кішкентай қалды, вот. И лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, вот, ал біз бастаймыз. Қазір бізде осындай далада погода болып тұр. Бізде кішкене бұлтты болып тұр бүгін. Және де кішкене жел бар. Қараңыздар бұлттарды. Вот. Сол бүгін енді үйде отыратын боламын. Үйде не істеуге болады 24 сағат жазда, не істеуге болады каникул кезінде. Соның барлығын осы бүгінгі видеода көретін боласыздар. Короче, достар, бізде үйде негізінде компот бар. Мама кеше жасады. Еще мен, короче, кеше пирог жасаған болатын, бірақ та оны біз жеп қойдық. Вот. Қазір, ойбай, камераға не болып кетті. Это компот. Міне компот, қараңыздар. Қазір көрсетем. Достар, қараңыздар, осындай компот. Өте андай жылыма мына компот. Негізінде лимонад ішкім келіп тұрады, бірақ та үйде тек қана осындай компот бар. Бұл компот, короче, алма қосылған. Вот, қазір ішіп көреміз. Так, достар, қазір мынаны құратын боламыз. Ой, жинағы. Короче, достар, давайте құрайық. Туылмай ауаға түсіп отырмын. Как всегда. Ауаға қоямын. Қараңыздар. Вот, сіздерге де қойып берейін ба? Енді мамаға қоямыз. Енді мамаға қоямыз. Так, қайырын. Все, біз мамаға береміз. Мамаға береміз. Достар, енді өзіміз ішіп көрейік. Такс. Прикольно. Именно алмамен мен бірінші ішіп отырмын. Всегда потому, что мама вишнямен істейтін. Вот. Күшті. Достар, видті қараңыздар. Детский площадка. Бұл мен қазір балконда тұрмын. Вот. Бір жақта кішкене не эстетично, сондықтан да мен негізінде 24 сағат балконда тұруге болады, бірақ та бұл жақта не эстетично болғаннан кейін еще мен барлығы тамақ қой, чисто тамақ қой. Вот. Достар, короче, мен компот ішіп қазір кітап оқиын деп жатырмын. Осында түйсігің мен ойла деген кітап. Бұл андай более, знаете, типа сенің... Далада жаңбыр жауып кетті, достар. Оттурайтам. Қазір көрсетем. Вот, достар, көрініп тұр ма? Жаңбыр жауатыр. Вот. Жаңбыр. Жаңбыр. Жаңбыр, жаңбыр, жау. Ту-ту-ту-ту-ту. Сені шучу. Достар, көргендеріңіздей мен осы кітапты оқыған болатын. Бұл кітап түйсігіңмен ойла, то есть миыңмен ойла деген ғой. Джон Кахоның бұл аударған Джон Кахоның бір, короче, несі ғой кітабы. Вот, и біреу оны қазақшаға аударған. Кішкене енді бір сөздері қиындау, өйткені бұл не дегенменде ағылшынша кітап сияқты, просто оны аударған. Вот. Бұл, короче, кітап өз түйсігіне ие болу, шығармашылық қабілетті дамыту, көзге елестету, яғни визуализация қазіргі таңда прям өте күшті негізінде жасау. Әрбір кезде
өзінің, короче, точканы визуализировать ету керек. Әдісін сәтті қолдану, өзіңді жоғары бағалау, бұл типа самооценкаға байланысты ғой енді. Көрген түсіңді дұрыс жору, өзіңді емдеу, табысқа бағытталған сананы қалыптастыру, қарым-қатынасты жақсарту және үзбеу деген. Так что күшті кітап, бұл советую. Бірақ бұл кішкене енді 16 плюс болғандықтан кейін кішкене уже мен өзі 16-тамын, және де мен өз жасыма сай оқып жатырмын, және де бұл кітап маған уже өзіме инсайттар алып жатырмын. Достар, қараңыздар, мына жақта бізде негізі көптеген кітаптар бар. Бұл «Стать богатым может каждый», сосын тағы мына жақта не бар. Өте көп кітап бар бізде негізі үйде. Вот. Бұл не туралы оқысаңыздар өздеріңіз күн жетпей жатыр. Вот. Так, енді бүгін маған мына 2 полкамды жинап тастау керек болып тұр. Киімдер реттеу керек. Короче, барлығын қазір сіздермен бірге реттеп тастаймын. Все, достар, мен уже жинап қойдым полкаларымды. Мына киімдермен өте күшті болып тұр. Қараңыздар. Өте күшті, прям опрятный болып тұр. Бұл менің тек қана бір шкафым. А так еще менің тағы шкафым бар негізі. Бірақ та ол жақта барлығы окей, норм, вообще күшті. Достар, жаңбыр тоқтап қалды уже. Негізі күшті жауып, қайтадан тоқтап қалды. Бірақ та кажется, қайтадан болатын сияқты, что-то не то. Вот. Достар, мен қазір өзіме укладка жасайтын боламын. Менің негізінде шашым каскад. Мен оны жаздың басында қиған болатынмын. Сол енді каскадқа, конечно же, укладка керек. Мен енді укладка жасайын жатырмын. Мен кеше жасаған жоқпын, потому что мен кеше ерінім қатты. Қазір енді жасайтын боламын. Еще мына жақта мен YouTube қарап жатырмын. Сондықтан да мен қазір таймлапсқа қойып, сіздерге бірге жасайтын боламын. Достар, қараңыздар. Қандай күшті укладка шықты. Вот. Өте күшті, осындай легкий укладкалар жасаған қазір маған ұнап жүр. Қазір енді мынаны крабикпен сүйіп қоямыз. Қазір. Такс. Вот, жасалып тұрады. Өте әдемі укладка, бұл прям өте ыңғайлы. Сіздер мектепке де жасаңыздар болады, қыздар. Вот. Достар, қазір сағат бізде уже 6 болып қалды. Міне, уже 6 болды. 5-тен 53 минут кетті. Мен не істедім білмей кеттім, достар. Мен, короче, шкафты да жинадым. Мен кітапты да оқыдым. Тағы мен не істедім мен? Вот, ну, короче, көріп тұрғандарыңыздай, оқыдым. Вот. Мен сіздерге как есть, такие есть салып жатырмын. Вот, укладканы да жасадым. Вот. Сол бәрін түсіріп жатырмын. Қазір уже скоро ужин болады. Мен ужин дайындалмай, тамақ дайындалмай. Мен, короче, тамақты вообще пісіре алмаймын. Так что менің сестрам жасап жатыр тамақты. Вот. Сол Таня түсірем. Мен кішкене насырды жатырмын. Чуть-чуть. И мен қазір думаю, может быть, қасымды дұрыстаймын. Мен, короче, кірпігімді бояп алдым. Қараңыздар, өте күшті прям. Чуть бет, короче, бұл туш. Осында люксвизаж XXL. Бұл, короче, супер объем береді. Сосын эффект накладных ресниц береді. Прикольно. Вот, енді қазір, наверное, қасымды дұрыстайтын боламын.
Достар, мен қасымда кірпігімді дұрыстап алдым. Осындай міне шықты результат. Прикольно, да? Енді істейміз. Еще осындай тестерден алып жатыр. А мен мынаны істеп жатырмын. Жаңа бәрін түсірдім, короче. Бұл не деп десеңіздер, короче, сол видеоларға қараңыздар. Вот, мына жасағаным. Еще и мына бірінші процесс. Вот. Two hours later. Ал достар, біз уже ужин ішіп алған болатынбыз. Қазір сағат 9-дан 47 минут кетіп тұр. Прям кеш батты. Біз істеген ужинді ішіп, потом заттарды ретестіріп, солай, короче, жинап тастап. Енді вот сіздерге осы видеоның аяғына дейін жетіп қалдық. Осы видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Так, дальше қандай видео түсірейін, сіздерге комментарияға жаза кетіңіздер. Прям максимально поддержка істеп кетіңіздер, өйткені мен қатты прям тырысып жүрмін. Мен деген кеше, то есть бүгін мен видео салған, тағы да әлі. Всем пока!